Достар, бүгінгі видеомыздың спонсоры Шоп кэшбэк сервисі. Өздеріңіз білетіндей, кэшбэк сервис арқылы AliExpress, Озон, Ламода, Катон деген сияқты танымал магазиндерден 30%-ға дейін скидкамен заттар алуға болады. Мысалы, AliExpress'те 1000 теңгеге зат алсаңыз, 300 теңгеңіз өзіңізге қайтып келеді. Описаниедағы ссылканы басып, AliExpress сияқты магазиндерден скидкамен зат алсаңыз, өте көп ақша үнемдеуге болады. Және осы кэшбэк сервиске регистрация жасасаңыз, мен сіздің YouTube каналыңызға пиар жасап сәлем жолдайтын боламын. Ол үшін описаниедағы ссылкаға кіріп, Google мен регистрация деген кнопканы басамыз. Сосын сіздің почтаңызға сообщение келеді. Сол сообщениеге кіріп, подтвердить деген кнопканы бассаңыз болды. Енді мен сізге пиар жасап беретін боламын, және сіз өз ақшаңызды AliExpress деген сияқты магазиннен сатып алған кезде 30%-ға дейін үнемдей аласыз. Сәлем, мен Никитамын. 3 жыл бұрын мені бір сауық кешіне шақырды. Мен мұндайды жақсы көрген соң қуана-қуана келістім. Біз көп көңіл көтердік, іштік, жедік. Сонша көп ішіп жегеніміз сонша, бұның бәрі отравлениеге әкеліп соқты. Менің халім қатты нашарлап кетті. Ауырғаным соншалық, мен жерге құлап түсіп, мені стори алып кетті. Сосын мен комаға түсіп, ол жерде 1 айға жуық жаттым. Мен арықтап кеттім, және денем босаңсып қалған соң, басында дұрыс жүре алмадым. Сосын ең қызық нәрсе бастала бастады. Себебі мен ұйықтай алмадым. Басында дәрігерлер бұл қалыпты жағдай деген еді. Бір жетіп өткен соң, дәрігерлер бұл жағдайды өздері ұқпай қалды. Мен не болып жатқанын ұқпадым. Көзімді жұмсам болды, басымда бірдеңе тарс еткізіп оятып жіберетін. Басында мен бұл жағдайға қуанып кеттім. Себебі ойын ойнауға, YouTube көруге уақытым бастан асып жететін. Бірақ мен бұдан да жалығып кеттім. Себебі барлық адамдар сияқты демалғым келді. Сосын мен не де болса ұйықтатқыш дәрілер ішпекші болдым. Бірақ бұл қате шешім болып шықты. Менің қатты ұйқым келді, бірақ ұйықтай алмадым. Спортпен де айналысып көрдім. Себебі ол шаршатады, және содан кейін ұйқым келіп кетеді деп ойладым. Қанша шаршасам да ұйқым келмеді. Бұлай өмір сүру өте қиынға соқты. Уақыт өтпей қойды. Сосын мен өте көп уақытымды өткізу үшін бірнеше балалармен интернетте танысып алдым. Олар әр жерде тұрған еді. Сондықтан уақытымыз әртүрлі болды. Сондықтан мен олармен тіпті түнде де сөйлесе алатын болдым. Сондықтан достар, өз өмірлеріңізді қадірлеңіздер. Кейбіреулер сіздің өміріңізге де қолы жетпей жүр. Осы себепті достар, ерте жатып өзіміздің денсаулығымызды және зрениямызды сақтайық. Сіздермен болған менің оқиғам каналы. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, және жазылуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге көп-көп рахмет.